Балалар, бүгін мен сіздермен қазақ әдебиеті пәні бойынша сабақ жүргізетін боламын. Төмендегі сілтемелер бойынша бүгінгі сабақта қолданылатын кейбір ақпараттарды қайта көрулеріңізге болады. Балалар, тақтаға ребус жасырдым. Шешуін табатын болсақ, бүгінгі сабақтың тақырыбын болжайды екенбіз. Қане, шешуін тауып көрелік. Сіздердің дұрыс шешуін тапқандарыңызға сенімдімін. Қане, тексеріп көрейік. Өте тамаша. Дұрыс таптыңдар, балалар. Бұл жерде жасырылған сөз тәуелсізбін. Яғни, бүгінгі біздің тақырыбымыз Темірхан Медетбектің тәуелсізбін өлеңі. Балалар, бүгін біз сабақта нені меңгеруіміз керек, нені үйренеді екенбіз? Соны бәріміз бірлесе оқып шығайық. Сабақтың мақсаты эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау. Бағалау критерийі тәуелсізбін өлеңіндегі автор бейнесін анықтау. Балалар, бұл мақсатқа қол жеткізу барысында мен сіздерге кинометафора әдісі арқылы ақынмен кездесу бейне жазбасын ұсынып отырмын. Бейне жазбаны мұқият көреміз, түсініп тыңдаймыз. Ақын ақылды болмайды депсіз. Тетілдік айтқан жоқсыз ғой. Неге олай түйдіңіз? Таратыңызшы. Маңғыстауда жүрген кезімізде бір мектепке шақырды мені. Осы ақын оқушылармен кездес ақыл айтыңдар. Оның кейін ойланып отырып айттым, енді сіз кешіріңіз, ақында ақын болмайды дедім. Оның кейін енді бір түрлі тіксініңкіреп, бұл қалай болды дегендей болып қалды. Мен айттым, бірақ ақында рух болады дедім. Ал рух ол дейтін ұлтқа керек, елге керек, жерге керек, азаматқа керек, перзентке керек. Ақылды бола тұрып, ынжық болуы мүмкін. Ақылды бола тұрып, рухсыз болуы мүмкін. Ал рух әр уақытта биік. Рухы бар елді ешқандай жауап алмайды. Рухы бар елді қандай дұшпан болса да таптай алмайды. Ақыл айтпайды, ақыл. Мәселен, сен андай жаса, мұндай жаса дегенмен ол құр ақыл. Ал рух ештеңеге бағынбайды. Еркін, биік. Әр уақытта өзі қыран құстай самғап ұшады. Сондықтан да ол әрі тұлпар, әрі сұңқар. Жақсы, балалар, тамашалап болсақ, онда мына сұраққа жауап іздеп көрейікші. Ақында ақыл болмайды дейді. Неліктен осылай деп пікір айтты бұл кісі? Иә, ақында ақылдан гөрі рух басым болу керек дейді. Рух әрбір адамның бойында болғаны жөн деп санайды. Рух деген бәрінен биік, бәрінен еркін. Рухы бар елді жау алмайды дейді. Рухы бар елдің тәуелсіздігі мәңгі жасайды дейді. Жақсы айтылған ой пікір, бәріміз келісеміз. Енді осы рухты ақынымыздың өмір баянымен танысайық. Темірхан Медетбек 1945 жылы 6 наурызда Амангелді ауылы, Түркістан қаласы, Түркістан облысында дүниеге келген. Мемлекеттік сыйлықтың иегері, қоғам қайраткері, ақын. Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогика институтының филология факультетінде оқыған.
Алғашқы жыр жинағы «Жанымның жас құрағы» деген атпен 1970 жылы жарық көреді. Оннан астам өлең жинақтары жарияланып, оқырмандар мен сыншылардың жоғары бағасына ие болады. 2000 жылы «Тағдырлы жылдар жырлары» кітабы үшін Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанады. Ол көптің мүддесін сөз арасында емес, өз мұңын шетке ысырып қойып, бәрінен бұрын мұңдап, бұрын жырлап келе жатқан әлеуметшіл ақын. Әмбенің қиналған шерін толғап, әмбенің тебіренген сырын айтып келе жатқан ұлт жоқшысы, ұлт жыршысы деген пікір айтады Әбіш Кекілбаев. Балалар, сабағымыздың басында сабақ мақсатымен танысқан болатынбыз. Сабақ мақсаты эпикалық, драмалық, поэзиялық шығармалардағы автор бейнесін анықтау. Енді сол автор бейнесіне тоқтала кетейік. Автор бейнесі дегеніміз не? Автор бейнесі әдеби шығармадағы автордың өз тұлғасының көріну қалпы екен. Әр жанрдағы шығармаларда автордың бейнесі әртүрлі дәрежеде және әр қырынан аңғарылады дейді. Біз бәріміз білеміз, эпикалық, драмалық, поэзиялық шығармалар бар екенін. Енді сол эпикалық шығармада автор бейнесі қалай көрініс табады? Эпикалық шығармада автор негізінен алғанда оқиғаны баяндаушы болады. Алайда оның бейнесі тікелей көрінбейді. Ал драмалық шығармада автор оқиғаның даму барысынан мүлде сырт тұрады. Поэзиялық шығармада болса, автор лирикалық тұлға ретінде танылады. Ақын өзі туралы айта отырып, өмірлік жайларды толғайды. Қоғам, әлеумет жайын толғана келе, өз көңіл күйін паш етеді. Иә, балалар, автор бейнесі дегеніміз не екенін білдік. Автордың өмір баянымен таныстық. Темірхан Медетбектің қандай рухты ақын екеніне көзімізді жеткіздік. Енді осы алған білімдерімізді тиянақтау мақсатында бірнеше тапсырмалар орындайық. Мен сіздерге төменде «Тәуелсізбін» өлеңінің үзіндісін беріп отырмын. Осы үзіндіден автор бейнесін анықтайық және оны жыр жолдарынан дәлелдер келтіре отырып, қос жазба күнделігіне толтырып көрейік. Ол үшін дәптерімізді ашып, қос жазба күнделігін сызып, өлеңнің үзіндісін мәнерлеп оқып көрейік. Қане, бәріміз бірге оқимыз. Мұның бәрін ұғынам, жүрек жара зар заманның мұңынан. Сол кезде мен азаттық деп, теңдік деп, бөрі болып, айға қарап ұлығам. Тәуелсізбін, енді міне, мен бүгін келді кіріп азаттығым, теңдігім, бостандықта бойлығым мен ендігім, шешіл енді шемен болған шерлінім. Осы үзіндіден автор бейнесін анықтап көрейік кәне. Ұлт жоқшысы дейді. Осы тіркесті қай жолдар дәлелдеп тұр? Қане, ойланайық. Иә, сол кезде мен азаттық деп, теңдік деп, бөрі болып, айға қарап ұлығам деген жолдардан біз ақынның ұлт жоқшысы екенін анық байқап отырмыз. Келесі, өршіл рухты. Біз бұғанға дейін ақынның қандай өршіл рухты екенін байқаған болатынбыз. Енді сол бейнесін осы жыр жолдарынан да көруге болады екен. Қай жолдардан көреміз, кәнекей?
Иә, бостандықта бойлығым мен ендігім, шешіл енді шемен болған шерлінім, деп жырлайды ақын. Осы жолдардан біздің ақынымыздың қандай рухты ақын екенін байқаймыз. Жарайсыңдар балалар, біз бұл тапсырманы еңсеріп тастадық. Келесі тапсырмаға көшелік. Дұрыс және бұрыс әдіс арқылы ақын шығармашылығы мен өзіндік бейнесіне қатысты ақпараттарды жіктейміз. Мұқият отырайық балалар. Осығанға дейін алған ақпараттарды есімізге түсіре береміз. Алғашқы жыр жинағы «Жанымның жас құрағы» деген атпен 2000 жылы жарық көрді дейді. Бұл ақпарат дұрыс па, бұрыс па? Жоқ балалар. Бұл жинақ 1970 жылы жарық көрген болатын. Келесі сұрағымыз: Мұқағали Мақатаев ұлт жоқшысы, ұлт жаршысы деген баға берген екен. Қане, Темірхан Бекбекке кім ұлт жоқшысы, ұлт жыршысы деген баға берген еді? Бұл жауап дұрыс емес. Әбіш Кекілбаев ағамыз берген болатын. Әдеби шығармадағы автордың өз тұлғасының көріну қалпы автор бейнесі деп аталады дейді. Әрине балалар, бұл дұрыс ақпарат. Поэзиялық шығармада автор қоғам, әлеумет жайын толғана отырып, өз көңіл күйін паш етеді. Тамаша, бұл да дұрыс ақпарат екен. Жарайсыңдар балалар, бәрекелді. Бүгінгі тапсырмаларды жеңіл орындап шықтыңдар. Балалар, енді кері қайтып көрелік. Біз бүгін нені білдік, нені меңгердік, және нені меңгеруіміз керек екен? Біз бүгінгі сабақта автордың өр тұлғасын білдік. Ол кісінің қаншалықты рухты ақын екенін білдік. Оған бізде кинометафора әдісі арқылы жеткен болатынбыз. Автор бейнесін анықтауды меңгердік. Біз өлең үзіндісі арқылы автор бейнесін анықтап, оларға жыр жолдарынан дәлелдер келтіріп, қос жазба күнделігін толтырған болатынбыз. Енді балалар, нені меңгергім келеді деген сіздердің алдарыңыздағы сұрақ. Келесі сабаққа нені меңгергілерің келетінін өз мұғалімдеріңе жолдауларыңа болады.